Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ әрі дәмі аузыңыздан кетпейтін, иісі мұрныңызды жаратын, өте қарапайым әдіспен жасалатын апельсиновый пирог жасап көрсететін боламын. Менің каналымды бірінші рет көріп отырсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Менің келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін де басуды ұмытпаңыздар. Осындай үлпілдеген, дәмі аузыңыздан кетпейтін үлпілдек пирогты бірге жасап көрейік ағайын. Бірінші кезекте ыстық сумен апельсинімізді жақсылап жуып, ашты дәмін кетіріп аламыз. Апельсинімізді жақсылап айбатылап жуып алғаннан кейін, алып осылай сақтап тураймыз. Егер де сіздерде дәнегі бар апельсин болса, міндетті түрде дәнегін алып тастаңыздар. Сақтап тұрап алған апельсинімізді жеке бір ыдысқа салып алып, оның үстіне сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Әрі күн бағыс майын қосып, блендерменен жақсылап еземіз. Егер де сіздерде блендер болмаса, үйдегі қарапайым ет тартқышпенен тартып алып, қосып жасасаңыздар болады. Осылай бір келкі қып майда қып езіп алғаннан кейін, жеке бір жерге қоя тұрамыз. Басқа құрғақ ыдысымызға барлық жұмыртқаларымызды жарып салып аламыз да, үстінен шым-шым тұзымызды салып, миксерменен бір араластырып жібереміз. Ендігі кезекте қантымызды шетінен сүйіп салып, қантымыз әбден жұмыртқамен бірге ерігенше, 3 есе аппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды әбден көпіртіп езіп алғаннан кейін, апельсиннің қосылған езіндімізді қосып, венчикпенен немесе лопаткаменен астынан үстіне көтеріп, қамырымызды араластырамыз. Міндетті түрде електен өткізіп алған ұнымызды қосып, қамырымызды басып алмай ақырындап араластырамыз. Достар, бұл жерде міндетті түрде қамыр қопсытқышымызды да салып араластыруды ұмытпаңыздар. Қалған ұнымыздың барлығын салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Қамырды ұзақ араластырып, басып алмаңыздар, достар, бұл өте маңызды. Менде осындай фольгамен оралған 22 диаметрлік кольцо, соған салып пісіретін боламын. Ал егер сіздерде 20-22 диаметрлік дайын форма болса, соған пісірсеңіздер тіптен жақсы болады. Осылай кішкене қозғап, ауасын шығарып аласыздар. 150-160 градуста ысып тұрған пешімізге 1 сағат қозғамай пісіріп аламыз. Міне осындай бір келкі әдемі тегіс болып пісіп шығады. Әбден суығаннан кейін формадан босатамыз. Осындай жұмсақ үлпілдеген апельсиновый бисквитті міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалауларыңыз бойынша осылай қантын тағын сеуіп әрлесеңіздер болады.
осындай жұмсақ болып кесілетін, дәмі тіл үйіретін, түсі деген сап-сары болып шығатын апельсин пирогын жасап көрмеске. Міндетті түрде бала-шағаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Құрметті көрермен, менің каналымды бірінші рет көріп отырсаңыз, міндетті түрде менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз, әрі лайк басып пікір қалдыра кетіңіз. Ол мен үшін өте маңызды. Әрі келесі менің видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қоюды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі менің жаңа видеомда, жаңа күндерде кездескенше сау саламатта болыңыздар.